Көбінде Шығыс Қазақстан бойынша автокөлік иелері қазіргі таңда мамандандырылған халық қызмет көрсету орталығына келмей онлайн алғанды трендке айналдырды десек болады. Ол былтырғы жыл мен биылғы жылға байланысты, мына карантинге байланысты үйден отырып қызмет алу қазіргі таңда өте танымал болды. Сонымен қатар жаңашылдықтардың бірі ол жыл басынан бері автокөлікті онлайн тіркеу Каспий қосымшасы арқылы халыққа ұсынылды. Тағы да бір карантинге байланысты бір ең ыңғайлы қызмет қосылды. e-gov.kz электрондық порталы арқылы. Ол мемлекеттік нөмірді, яғни автокөлік құжатын үйіңізге жеткізіп беру қызметі.